Қазір менің жасым 34-те, және де мен қазіргі таңда өзімді әлі іздеу үстіндемін. Бастапқы кезде осы әдетім үшін, әлі де ізденімпаздығым үшін мен өзімді жазғыратынмын. Жарайды, болды, бір нәрсеге тоқта деген сияқты. Бірақ өзімнің ішкі потенциалымды ашып ізденген сайын мен өзімді басқаша қырымнан танып жатырмын. Осылай сіздердің алдарыңызға ойымды бөлісіп айтуым үшін де біраз қателіктермен жұмыс жасадым. Блогқа 456 күн бойы күн сайын рилс салып, сіздердің алдарыңызға шығу арқылы да осы мен сөйлеуге деген қабілетімді ашып жатыр. Оған дейін мен өзімді әр саладан көрдім. Қолөнермен айналыстым. Торт пісірдім бірнеше жыл. Полуфабрикат жасадым. Қаттама нандар жасап саттым. Саудадан көрдім өзімді. Корзина жасап, қолымнан корзиналарды арендаға беріп көрдім. Әртүрлі нәрселерді сатып та көрдім. Бірақ осы нәрселерді мен жасап опыт алғаннан кейін қабілетімді одан сайын ашуға осы блог көмектесетінін түсіндім. Біздер егер бір нәрсені жасап көріп, осы нәрседен нәтиже шығаруға дейін әрекет етпесек, біздің ішкі түпкі тамырымызда жасырылып жатқан потенциалымызды таба алмауымыз мүмкін. Сол себепті ізденген қазіргі 2026 жылда бұл дұрыс деп ойлаймын. Сен жасың 34-те болсын, 50-де болсын, қайсы жаста болсаң да өзіңнің қабілетіңді ашуға ерінбеу керексің. Іздену бұл адамзатқа берілген үлкен мықты потенциалдардың бірі. Яғни осы іздену арқылы біз өзіміздің потенциалымызды әртүрлі жақтан ашып бастаймыз. Кез келген істі жасамай жатып, уже менің қолымнан келмейді, мен жасай алмаймын, мен басқа қызға ұқсамаймын, әрекет ете алмаймын деп өзім жаба берсек, потенциалымызды ашудан ерінсек, онда ешқандай да нәтиже көрмейтініміз анық. Сол себепті қазірден бастап күн сайын өзіміздің жақсы версиямызды жасауға әртүрлі әрекеттерді жасап көру керек деп ойлаймын. Мен қазіргі таңда 456 күн бойы таңғы 5-те тұрып, осылай өзімнің ойларымды сіздерге рилс арқылы бөлісуді әдетке айналдырып жүрмін. Егер парақшам ұнаса, маған тіркеліп кетіңіздер. Менің парақшамда жаман нәрсе болмайтынына уәде беремін.